Сәлеметсіздер ме? Мен Жұмабекова Назгүл Мұхамеджановна, Тұрар Рысқұлов ауданы Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімімін. Менің сіздерге ұсынғалы отырған авторлық бағдарламам математика және біз деп аталады. Мен бұл бағдарламаны 2 сынып оқушылары үшін құрастырып, сіздерге ұсынып отырмын. Математика және біз авторлық бағдарламасы балаларды тек математика пәні ғана бойынша дамытуды көздемей, пәнаралық интеграцияны орната отырып, оқушыларды жан-жақты дамытуды, алған білімдерін өмірде қолдануға үйретуді мақсат етеді. 34 сағатқа негізделіп жасалған бағдарлама 2 сыныптың вариативті курс сабақтарына арнап жазылған. Мен бұл еңбегімде оқушылардың ойлау, қабылдау, жас ерекшеліктерін ескеріп, оқу бағдарламаларына сай есеп шығарудың үлгілерін енгізіп отырмын. Авторлық бағдарлама мектептегі әдістемелік пән бірлестігінің отырысында қаралды, пайдалануға жарамды деп бағаланып бекітуге ұсынылды. Оқыту мен тәрбиелеу үрдісінде оқушы шығармашылығын дамытудың қажеттілігі қоғам талабынан туындайды. Оқытудың вариативтік негізінде құрастырылған таңдау курсы бастауыш сынып оқушыларына арналған. Негізгі оқу материалдарын үлгіге ала отырып, оқушылардың алған білім-білік дағдыларын және пәнге деген қызығушылығын арттырады. Курстың мақсаты логика сабақтары жүйесіндегі ұсынылған есептер мен жаттығулар 3 түрлі мақсатты көздейді. Олар танымдық, дамытушылық және бағдарлама кешенінен тұрады. Олар математика және біз бағдарламасы. Мұнда бағдарламаның түсінік хаты, мақсаты мен міндеттері, күтілетін нәтиже, мазмұндық бөлік және пайдаланған әдебиеттер тізімі бар. Екінші, мұғалімге арналған әдістемелік көмекші құрал. Мұнда сабақтардың сабақ жоспарлары, сабақтың құрылымы жинақталған. Үшінші, оқушыларға арналған жұмыс дәптері. Бұл дәптерлерде тапсырмаларды орындау барысында жеке баламен жұмыс, жұптық жұмыс түрлері де орындалады. Енді осы бағдарламаға сәйкес бір сабақтың оқушылармен қалай жүргізілгені тоқтала кетейін. Мен сіздерге ұсынатын бір сабағым бұл 6-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы логикалық тапсырмалар деп аталады. Бұл сабақтың мақсаты оқушылардың 10 көлеміндегі сандарды еркін қосып, теңдіктер құру дағдыларын төселдіру, қиялдау, елестету машықтарын дамыту. Әр сабақты бастамас бұрын оқушыларға ми гимнастикасын жаттығуын жасатамын. Бұл сабақта ми гимнастикасына басты шайқау жаттығуын және жалқау сегіздік ойынын алып отырмын. Басты оңға, солға, жоғары, төмен қимылдатып, оқушылардың омыртқасы, көзі, мойын, бас бұлшықеттері тынышталып сергіп қалады. Ал оқушы үшін сергектік ширақ ой кепілі. Жалқау сегіздік ойынын ойнау барысында оқушылардың қолымен жұмыс жүргізу арқылы қол бұлшықеттерін алдағы сабаққа дайындау жаттығуы жасалады. Сабақты әрі қарай ширату сұрақтарымен жалғастырамын. Мысалы, бүгін аптаның қай күні? Аптаның нешінші күні? Жылдың қай мезгілі? Тағы қандай жыл мезгілдерін білесің? 11-ден 20-ға дейін сана және кері сана. Тағы екінші тапсырма. Екі бұзаудың бірі оңға, ал екіншісі солға қарап тұр. Олар бірін-бірі көре ме? Деген сұрақ қойылады. Бұзаулар қатар және қарама-қарсы бағытқа қарап тұрса, олар бірін-бірі көреді. Ал егер олар қатар және бір бағытқа қарап тұрса, онда соңында тұрған бұзау алдында тұрған бұзауды көреді де, алдында тұрған бұзау соңындағы бұзауды көрмейді деген жауап айтады. Көзді жұмғанда не көресің деген тағы да сұрақ қойылады. Адам көзді жұмғанда түс көреді деген жауап айтады. Осындай жаттығулардан соң зейіндері тұрақталған оқушылар жаңаны үйренуге толық дайын болады деп ойлаймын. Бірінші тапсырмада суретте көрсетілген ішкі және сыртқы қоршаулардағы 10 көлеміндегі сандармен қосу амалымен орындалатын өрнектер құрастырылады. Құрастырылған өрнектердің мәнін есептеп табады. Бұл тапсырманы бала жұмыс дәптерінде де, қашықтықтан оқыған жағдайда жұмыс дәптерінің электронды нұсқасында, смартфонда да, немесе компьютерде де отырып орындай алады. Ішкі және сыртқы қоршаулардан алынған сандардан мәні 10-ға, 9-ға, 8-ге тең болатын қосындыларды құрастырады.
Екінші тапсырмада елестету, бейнелеу дағдыларын дамыту жұмыстарын қамтуды жоспарладым. Екі доңғалақты және үш доңғалақты велосипедтердің доңғалақтарының сандары белгілі болса, олардың әрқайсысының саны нешеу болуы мүмкін екенін қарастырады. Мұндай логикалық тапсырманы орындау кезінде 2 және 3 сандарын қанша рет қосу арқылы 9 санын алуға болады деген ұғымды қарастыруға оқушыларды бағыттаған жөн. Ол үшін мен сандарды бір реттен немесе бірнеше реттен қосып көрсетуді ұсынамын. Қиялы ұшқыр бала үшін мұндай тапсырма қызықты әрі пайдалы деп ойлаймын. Нәтижесін экрандағы суреттерді қозғап өз жауабымен салыстырып анықтай алады. Оқушылар алдына өзекті міндеттерді қоя біледі. Оларды шешеді, логикалық тапсырмаларды пайдаланып салыстыру, топтау әдістерін қолданып, дәлелді тәуелділіктің шешуін табады. Талдай білу дағдысын дамытады, тәуелділік байланысын орнатады және қорытынды жасауды үйренеді. Мұнда 4 бала 2 доңғалақты және 3 доңғалақты велосипедтер теуіп жүр. Егер велосипедтердің барлық доңғалақтарының саны 9 болса, 2 доңғалақты велосипед нешеу, 3 доңғалақты велосипед нешеу деген тапсырма беріледі. Жауабы 2 доңғалақты велосипед 3-еу, 3 доңғалақты велосипед 1-еу деген шешімі табады. Үшінші тапсырмада геометриялық фигуралармен жұмыс жасатамын. Экранда немесе жұмыс дәптерінде көрсетілген фигураларды салыстырып, олардың ішінен өзгешесін оқушылар анықтайды. Мұндай геометриялық